Сәлем достар, бүгін біз Аяжан екеуміз бір-біріміздің сайтымызға баға беретін боламыз. Сәлем Аяжан. Сәлем, Альбина, мен өте қуаныштымын. Жалпы менің сайтымның аты Абай Тоғжан. Сен менің сайтымды толық қарап шыққан боларсың, оған өзің қандай баға беретін едің? Жалпы, Альбина, рахмет. Мен сенің сайтыңды толық қарап шықтым. Абай Тоғжанға арналған прям өте керемет сайт екен. Мен ана сайтты көріп таң қалдым. Себебі бұл Абай Тоғжан пьесасы жалпы театрларда көп қойыла бермейді ғой. Сол үшін бұл сайтты жасасаң қиынға соққан жоқ па негізі? Шынымен де Абай Тоғжанның оқиғасы жайлы, жалпы арасындағы махаббаттары жайлы информация өте аз болды. Бірақ соған қарамастан, соңғы осы жылы Астана қаласында қойылған қойылымдардың барлығын қарадым, және осыған дейін де болған қойылымдарды қарап шықтым. Соның арқасында мен осы бір сайтты құрастырып шыққан болатынмын. Өте керемет. Шынында да таң қалдым бұл сайтты көрген кезде, бірақ сенің сайтыңды қарап шыққаннан кейін мен көрдім сенің сайтыңда бір-екі видеоларды қосып жіберсе, өңдеп жіберсе тіпті керемет болатын еді, иә? Жан, бұл ойыңмен шынымен де келісемін, себебі бізде жаңа айтқандай информация өте аз болғанына байланысты сайт толық әлі өзінің құрылымын сақтаған жоқ. Жалпы алдағы уақытта мен осы бір қойылымның қысқаша мазмұндарын енгізгім келеді. Жалпы тағы да бір сұрақ қоя кетсем, қысқаша мазмұндарын енгізген кезде сен видео форматта енгізгің келе ме, әлде сценарий мақсатында ма? Жалпы негізінде оның сценарий түрінен де және видеоролик ретінде де енгізгім келеді. Себебі оқырмандардың сұранысы бойынша көбінесе оқығанға қарағанда видеосын көрген қызығырақ. Жалпы сол. Енді сенің сайтың туралы айтсақ. Сенің сайтыңның аты? Жалпы мен сайтым Дулат Исабековтың Гауһартас шығармасына арналған. Жалпы Гауһартас ол менің ең сүйікті шығармаларымның бірі. Өзім толық оқып шықтым. Осы Гауһартас шығармасына арнап арнайы үлкен бір сайт жасадым. Сайтта видео құрылымы барлығы қосылды. Және ең алғашқы сабақта апайға сайтым ұнаған болғандықтан сәл жайылып кеттім. Бәрібір ғой. Жалпы бұл сайт менің жүрегімнен орын алған ең ерекше сайттардың бірі. Менің сайтым туралы не ойлайсың? Жан, сенің сайтың маған шынымен де ұнады. Іші толған креатив, және де жаңағындай қосқан видеороликтарың, жазған мақалаларың барлығы өте актуальны қазіргі таңда. Бірақ бір әттеген-ай дейтін жері сценарий жоқ екен. Не себептен әлі күнге дейін сценарий қоса алған жоқсың? Жалпы, дұрыс айтасың, менің сайтымда сценарий жетіспейді. Себебі бұл Гауһартас Дулат Исабековтың авторлық дайын сценарийі жазылған, толық шығарылымы бар шығарма болғандықтан бұл туралы маған сценарий жазу оңайға түскен жоқ, яғни жаза алмадым, қиын болды. Бірақ өз ойымды қосып, өзгертіп, Гауһартасты бұрмалап, сценарий жазу ойда бар, және болашақта қосамын деп ойлаймын. Жақсы, Аяжан, жауабыңа рахмет. Келесі кездескенше. Көп рахмет. Келесі кездескенше, Альбина. Сау болыңдар, достар.